Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өте керемет торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торттың рецептісіне бар болғаны 1000 теңге ғана кетеді, бірақ та торттың дәмі деген өте нәзік, керемет болып шығады. Бұл торт менде ауылда хит болған, өйткені жиындардың барлығына да осы тортты жасайтынмын, өйткені ауылдан сливки, творожный сырдың табуы өте қиын, сондықтан осы тортты ауылда жасағаннан кейін барлығына да өте керемет қатты ұнаған, сондықтан сіздер де осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жасағаннан кейін маған бөлісіңіздер отчеттарыңызбен. Ал енді қыздар, ең алдымен кремімізді жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қант, крахмал қосамыз. Егер де крахмал болмаса, ұн қоссаңыздар болады. Крахмалдың орнына картофельный болмайды, сразу айтайын. Қыздар, кукурузный крахмал қолданасыздар. Кукурузный крахмал егер де таппаған жағдайда ұн қоссаңыздар болады. Одан кейін ванилинді салып, енді осыны жақсылап араластырамыз. Бір жағынан сүтімізді жылыта бастаймыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жылыған сүтімізді үстінен құямыз да жақсылап тағы да араластырамыз. Қыздар, енді осы массамызды қайтадан отқа қоямыз да тоқтатпай араластырып тұрамыз. Араластырмай қоюға болмайды, өйткені түбіне жабысып қалады кремдеріңіз. Сондықтан қою болғанша тоқтатпай араластырып тұрасыздар. Енді астын қою болғаннан кейін астын өшіреміз оттың, одан кейін сары майымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Креміміз біркелкі болып араласып болғаннан кейін бұны басқа ыдысқа құямыз да бетін пленкамен жауып бөлме температурасына бір шетке қойып қоямыз. Оны холодильникке салып қоюдың қажеті жоқ, тек бөлме температурасында тұра берсе болады. Енді кремімізді жасап болғаннан кейін біз тестамызды жасауға кірісеміз. Жұмыртқаға қантымызды салып, енді бұны миксермен 2-3 минуттай аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Дәл осылай масса болғаннан кейін барып, үстінен күнбағыс майымызды құямыз. Күнбағыс майы дегеніміз иісі жоқ, кәдімгі тамақ істейтін майлар болады, сондай құямыз. Енді үстінен ұнымызды жартысын саламыз, және де разрыхителімізді саламыз, қайтадан миксермен араластырамыз. Енді осыны араластырып болғаннан кейін қалған тағы да жарты ұнымызды салып, қолмен немесе лопатамен қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды енді теңдей етіп үшке бөлеміз, және де азырақ қылып қамыр алып қаламыз. Ол қамырды кейін жеке пісіріп алып, сақтатамыз. Оны кейін торттың бетіне себетін боламыз. Енді осы домалатып алған қамырымызды формамызға жаятын боламыз. Ол үшін ең алдымен формамыздың жақсы форма болу керек, жабысып қалмайтындай. Мен аз декордың формасын қолданамын. Аз декордың формасына ешқандай да қамыр жабысып қалмайды. Енді ішін жақсылап майлап, үстіп форманың ішіне қолмен жайып шығамыз қамырымызды. Және де вилкамен жақсылап тесіп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Дәл осылай мені пісіріп аламыз. Бұдан қатты қызартып пісіруге болмайды, тас болып қалады қамырларыңыз, сондықтан дәл осылай пісіріп аласыздар. Және де қыздар, мені уже алдыңғысын пісіріп алғам, ол уже суығаннан кейін қамырларыңыз кішкене қатты болып тұрады. Ол сондай болады. Кремін жаққаннан кейін өте жұмсақ болып шығады, сондықтан қамырым қатты болып қалды деп қорықпаңыздар. Міне өте қатты болып тұр қазір. Бірақ та кремін жаққаннан кейін өте жұмсақ болады. Міне азырақ алып қалған қамырымыз, бұны дәл осылай қызартып пісіріп аласыздар. Өйткені бетіне сепкен кезде қызарып тұрса, қызарған сақ әдемі көрінетін болады. Енді қыздар, тортымызды жинаймыз. Кольцоға жинаңыздар, кольцоларыңыз болмаса формаға жинаңыздар, или өзін ғана жинай берсеңіздер де болады.
ары қарай видеодағыдай жинайсыздар. Қыздар, сосын айта кетейінші, бұл жерде коржымыз бірден суиды, өзі бір 5-10 минуттың ішінде тез суып қалады. Кремнің суы өте ұзақ, сондықтан крем суыған күтіп жатпаңыздар, ыстықта күйінше жаға берсеңіздер де болады, ештеңе қалмайды, қайта әдемі болады. Қыздар, бұл жерде ең қызығын айтайын. Біз енді жинаған тортымызды холодильникке емес, духовканың ішіне салатын боламыз. Бұл духовканың іші қазір менде жылы болып тұр, өйткені корждарды пісіріп алғаннан кейін духовканың іші жылы болып тұрады ғой. Сол кезде тортыңызды қазір салып қойсаңыз, енді осы жылы духовканың ішінде қоспайсыздар, духовка өшірулі болу керек. Сол духовканың ішінде 5 сағат тұру керек, кемі 5-6 сағат тұру керек. Сол кезде сіздердің торттарыңыз өте жұмсақ болады. Холодильникке салсаңыздар, кремі сіңбей қатты болып қалады. Сондықтан міндетті түрде духовкаға салыңыздар. Духовкаға салып, жұмсартып, торттарыңызды жұмсартып алғаннан кейін, одан кейін уже жеп болғаннан кейін холодильникке сақтасаңыздар болады ары қарай. Кейбіреулер сұрап жатады, ашып кетпей ма духовкада тұрғаннан кейін? Жоқ, қыздар, ашып кетпейді, уже қанша рет істелініп, проверенный рецепт болған, ешкім отравить етіп те қалмаған. Сондықтан уайымдамай, мен жасап көрсеткен жолмен сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет, нәзік болып шығады. Еш өкінбейсіздер жасап көрсеңіздер. Сондықтан қыздар, жасап көргеннен кейін міндетті түрде менің инста парақшама суретін жіберсеңіздер, ұнаған, ұнамағанын жазсаңыздар, өтініш қыздар сіздерден. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет.